Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен сүтті қыз тортының рецептісімен бөліскім келіп отыр. Торттың корждары өте нәзік, керемет дәмді болып шығады. Бұл тортты қонақтар келгенде мерекелерде дайындауға әбден болады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттеріміз ұн мен қопсытқышты жақсылап араластырып аламыз. Қойылтылған сүтке жұмыртқа және шымшым тұз салып, миксермен жақсылап араластырамыз. Құрғақ ингредиенттерді елекпен елеп массамызға енгіземіз. Ұнның түйіршіктері қалмайтындай миксермен жақсылап араластырамыз. Микроволновкада еріген және суыған сары майды қосамыз. Массамыз бір келке болғанға дейін миксермен араластырамыз. Корждарды пісіру үшін сапалы пергамент қолдану керек, әйтпесе корждарымыз пергаментке жабысып қалады. Пергаментке жағудың бірнеше тәсілі бар. Мен диаметрі 20 см болатын торт пісіретін боламын. Пергаментке шеңбер сызып алып, екінші жағына 2 ас қасық құямыз да бір келкі болғанша жағып шығамыз. Екінші тәсілі форманың астына пергаментті қойып, формамен пергаментті қысып, шеңбер жасап аламыз. Менің әрқашанда қолданатын тәсілім пергаментке кальцоны орналастырып жағамыз. Алдын ала 170 градуста қызып тұрған пеште корждар қызарғанша бірнеше минут пісіреміз. Кремі үшін сап-салқын тоңазытқыштан жаңа шыққан кілегей мен қант ұнтағын миксермен жақсылап араластырамыз. Корждар мынадай болып пісті. Менде 9 корж шықты. Корждарды бір-бірінің үстіне қоюға болмайды, себебі жабысып қалады. Корждар суыған соң пергаменттен аламыз, оп-оңай алынады. Подложканың астына кішкене крем жағып, коржды орналастырып, кольцо кигіземін. Үстіне 2 ас қасық крем жағамын. Әр коржды осылай істеп шығамын. Кремі сіңу үшін тоңазытқышқа тортты бірнеше сағатқа салып қоямыз. Тортты қалаған тәсіліңізбен әсемдесеңіз болады. Тортты осы күйінде ұсынуға болады. Мен тортты әдемілік үшін крем-чизбен тегістейтін боламын. Ол үшін тоңазытқыштан жаңа шыққан салқын творожный сыр, кілегей және қант ұнтағын миксермен жақсылап араластырамын. Менің тортым тоңазытқышта бірнеше сағат тұрды. Пышақпен тортты кальцодан бөлемін де абайлап кальцоны шығарамын. Кремді айналасына және үстіне жағып, тортты тегістеп аламын. Айналасына шоколадтан подтек жасайтын боламын. Ол үшін шоколадты микроволновкада ерітіп, кондитерлік қапқа салып, видеода көрсетілгендей қылып подтек жасаймын. Тортты құлпынаймен әсемдедім. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма жазылып қоңырауды басыңыз. Видеоның астына комментарий қалдырып лайк бассаңыз қуанамын. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.